Ассалаумағалейкум баршаға. Hyundai Santa Fe буын алмастырса, Kia Sorento рестайлингтен өтті деген сөз. Осы бір сөйлемде терең мағына жатыр. Неге екенін қазір түсінесіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар, сілтемесін чаттарда таратып жіберсеңіздер керемет болады. Бастаймыз. Қаскалеса KZ эфирде. Биік отырған күшті екен. Камриден түспейтін жігіттер пікір жазсын. Клиренсі кемінде 17 сантиметр дәу SUV-ге мінгенде қандай сезімде боласыздар? Мен дүниенің кеңдігін сезініп, өмірге ауқымды қарай бастаймын. Бұл 7 орындық ірі кроссовер. 5 орындық нұсқасы да бар. Бағасы туралы сәл кейінірек. Sorento Kia Telluride стиліндегі вертикалды жарық шамдарына ие болды. Соңғы жылдары осы дизайн Кияның фирмалық стиліне айналғандай. Кішкентай Пикантоның өзі ажарлана түсті. Не дейсіздер? Кедейге арналған Cadillac болып шыға келді ме? Радиатор торы жалпайып, капот ұзарды, алдыңғы бампері басқаша. Ал көті қатты өзгермеді, вертикалда шырақтары қосылып бір блокта біріктірілген. Г-әрпі тәріздес және қиғаш ледтері түнде жын жанады. Дисклерінің дизайны ерекше, қалай сіздерге ұнады ма? Максималкада жүк салғыш қақпағы әрине электрожетекті. Не деген жалпақ. Үшінші қатар орындықтарын түсіргенде көлемі 600 литрден асып кетеді. Біраз дүние сияды. Сақ түйек және саймандарға жасырым бокс бар. Sorrentoның интерьер дизайн эволюциясы степ-бай-степ жүзеге асты. 12-де 3 дюймдегі 2 мониторды біріктірген қиғаш дисплей заманауи көрінеді. Kia EV6 секілді мультимедиа мен климат контрольді біріктірген сенсорлы басқару блогы өте ыңғайлы. Біреумен мен келіспеуі мүмкін, алайда өзіме қатты ұнайды. Халлелуя! Үнемі тізеге өрлеп қарттықты жақындататын төменгі дефлектор баз кешті. Жаңа Sorrentoда артық желдеткіш жоқ. Kia, камсамида. Жалпы атап өткен технологияны енгізу үшін алдыңғы панелі басынан әзірленді. Sorento иелері ғана байқайтын шығар, орындықтары сәл жаңарды. Рестайлингке дейінгі Sorento Қостанайда құрастырылған. Мынауда модельдің 5 орындық және 7 орындық модификациясы бар. Консольдағы мына өзгерісті атап өтпеу мүмкін емес. Drive модтан бөлек Terrain мод пайда болды. Қар, лай, құм. Жанында рөлде жылыту, автохолд, таудан түсу көмекшісі, электронды тұрақ тежеуші, бұғаттау, парктроник және 360 камерасының түймесі. Шайба. Енді классикалық интригі жоқ, тек қана шайба. Артқы жүріске салғанда дыз етіп вибрация беретін қызық екен. Мультимедиа апгрейдмен бірге 2 жаңа функция келді. Телефон проекциясы және көлік жуу функциясы. Басып қалсаңыз, жүк салғыш қақпағы, айна терезелер автоматты жабылып, автомобиль ғұсылға дайындалады. Пайдалы. Комфорт деп аталатын Sorrentoның жұтаң жиынтығы 18-де 7 миллион теңге тұрады. Қарапайым жарық диодты оптика, базалық электронды көмекшілер, 2 аймақтық климат контроль, артқы көрініс камерасы, жылу опциялар және тағы басқа. 19-да 5 тұратын люкс комплектациясы былғары салон, электрожетекті жүк салғыш қақпағы мен электрожетекті 2-ші қатар орындықтарын береді. Стайлда 7 орындық вариант бар. Дисклері 19 дюйм, напа былғарысы, амбиент жарықтар, 12 динамик аудиосистема, QI қуаттағыш вентиляция. Тема. Құны 21 миллион 700 мың теңге. Премиум комплектациясы панорамалы шатыр, әдемі монитор, проекция, электронды көмекшілердің кең жиынтығы, адаптивті круиз контроль, автотоқтау, актив қауіпсіздік жүйелерін сыйлайды. Бұның бәрін неге айтып жатырмын? Бүкіл ақпарат Колеса KZ-ті бағасы мен комплектациясын салыстырып, еркін таңдау жасай аласыз. Автомобиль сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша Колеса KZ жүктеп қолданыңыздар. Достар, Santa Fe'де 2,5 литрлі турбо мотор бар. Яғни Hyundai клиентке таңдау берген. Ал мынада ескі G4KM MPI қозғалтқышы. Әрине атмосфералы мотор мен классикалық автомат сенімді ғой. Алайда Sorrentoға тек пенсионерлер мінбейді ғой. Драйв, эмоция қайда? Старттан 100-ге жеткізгенде тахометр 5000-нан асып, деп аңырайды.
Ал енді тәулік жүрісін жаңартып, тәбетін тексереміз. Дәстүр бойынша сапалы Тұлпар 95 жанармайын аузы мұрнына дейін толтырам. Сосын 100 шақырымнан кейін әрекетті қайталайым. Өткенде Turbo Santa Fe қанша жеген білесіздер ме? 16-3 Sorento ше. Кәрістер шасси әзірлеуден иттің етін жеген жоқ деп айттым ғой өткенде. Аспасы сәл-пәл қатаңдау, бірақ дискомфорт тудырады дегенім жоқ. Дөңгелек базасы 2815 мм, яғни алдыңғы және арттағы жолаушыларға өте ыңғайлы болады. Кейбай, мұнаны қара. Үшінші қатар жолаушыларына жеке климат контроль басқару блогы арналған. Ал екінші қатарда ол жоқ. Зато аяққа орын көп. 2 USB Type-C порты, стақан қойғыштар көп. 2 диапазонды орындық жылыту жүйесі, панорамалы шатыр, шынтақ тіреуіш. Почти полный комплект. Осыдан бірнеше жыл бұрын Маңғыстауда Сорентоға түсірілген видео шоу естеріңізде шығар. Сол кездегідей вау эффект жоқ менде. Өйткені сырты сәл өзгерген модельдің техникасы бұрынғыша қалды. Сол баяғы Atmo 2.5, сол баяғы 179 жылқы, сол баяғы 6 адымды гидротрансформаторлы автомат. Машина ескі Сорентомен салыстырғанда сұмдық қымбаттап кетті деп айта алмаймын. Айырмашылық 600-700 мың теңге. Бір құпияны ашайын. Дилерге барып, менеджермен бұлай сөйлесіп көрсеңіз, миллион теңгеге дейін жеңілдік жасайды. Лайфхак қолданыңыздар. Тура 100 шақырым жүріп өттік. Экспериментті аяқтаймыз. Мына Олжас өтірік алдап бізге сұйық отын туралы жалған ақпарат беріп жүр деп айта көрмеңіздер. Біздің эксперимент өте әділ, таза. Сапалы Тұлпар 95-ті аузы мұрнына дейін қайтадан толтырдық. Экранда көріп тұрсыздар, 14 литр. Дәлірек айтқанда 13-99. Меніңше тамаша. Тест-драйв жалғастырамыз. Проекциялық монитор күндіз-түні четко көрсетеді. DriveWise комплексіне кіретін адаптивті круиз контроль, жолақта ұстау, қауіпті ескерту сияқты системалар максималкада орнатылған. Жалпы автомобиль өте комфортты. Салонда жұмсақ материалдар, эргономикасы тамаша, дыбыс изоляциясы жақсы. Sorento негізі өте статусты көлік. Екінің бірі бұл автомобильге қол жеткізіп жатқан жоқ, сондықтан мініп алғандар сіздерге респект. Не жеп байып атсыздар? Бізге де айтып қойсаңыздар. Екі мың жиырма төртінші жылы жаңартылған Sorento сатып алудың жөні бар ма? Білмеймін. Консервативті адам болсаң, стоит. Ескі мотор, ескі трансмиссия, ескірген адамға пәйдет. 3,5 литрлі валсы әлде қайда қызығырақ. Нарыққа 2 литрлі турбо дизель шығады деп естідім ғой. Соны күтейік, ал әзірге осы арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазыңыздар. Аман болайық.